Қайырлы таң. Қуаныш Внеплановый астынан подьем жасады, бақырып. Шауырды ойдеймін. Стан келім апасының алдында отырып еркелеп отырды. Мен апасының киімін балконнан алдым. Сонда қарасам, қандай әдемі көрініс, жапырақтың бәрі сап-сары. Сон бардым да чай алайын дедім. Жұта қараңғы, неге қараңғы десем, камераның светін қоспай қойыппын. Сон тым кеткізбіне қоспайдым. Сон чайниктің ішіне су құяйын деп барып банканы алдым. Бізде банкада су қоямыз. Сон тұп-тұп деп бардым да, біреумен құя алмадым. Біреуімде камерам бар. Сон міне камераны өшіріп, суды құйып, чайникті қосып қойдым. Фатимен, тағы қараңғы ой, жарайчтен кетпейді. Сон спаня теріліп, қуаныш екеуміздің жатқан жерімізді жинайын деп, фук-фук етіп, бәрін жинай бастадым. Менің суым таңертең тұрғанда обязательно дәрішім, нөтірок істеген. Анам гармондардың дәрісі. Сон бәрін тұстап жинайыншы деп, мен ашық берем бәрін. Түсіп жастықтарын фук-фук деп лақтырып, Қуаныштың көрпесі басы оқымасын деп, жан жақтан қоям әтпесі басын ары бері соғып байқыз Қуанышым жылай қалау мүмкін. Так, сон аяқ киімді кидім де, телефонымды алдым да, кеттім. Кухняда мама мен Қуаныш уже чай ішіп отыр. Мен қарап, екеуіне қарап отырдым. Бір жағынан ұйқымда қанбады, ұйқымды еп, жашым бүчіт болып жалпырап отырған тұрым. Содан кейін Қуаныштың апасы жұмысқа кетіп қалды, бұл кісі алдама, папасының кружкасын алып, чайдың қалдығын ішіп отыр. Сөзі, жарайды отыра берсін деп, мен де тиіспедім. Содан кейін екеуміз барып, зауға барып көрдік.